Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Қазір енді күн дейтін жылжып тұр. 30-ның үстіне тұр. Бізде қазір мәңгішін бұзып жатырық. Кілт құралдарын елен тастап кетті. Так, енді кеше сұрақ қойдым, 3-2 қораны қанша тас кетеді деп. Енді барлықтарыңызға рахмет, сұраққа жауап беріп жатсыздар. Сосын бір бауырым жазып кеткен, саманнан салма, саманнан салсаң құрттап битеп кетуі мүмкін деп. Сосын тағы бір тастайды, содан салшы деп. Тасты білмедім енді. Енді құрттап битейтін болса, осының ішінен де құрттап кету керек еді. Қыста да, жазда да, алдыңғы жылы осында тұрды. Саманнан салынған. Енді жалғыз менікі емес, қырғын адамның қорасы енді саманнан салынған. Саманнан не үшін салады? Саманнан жылы болу үшін салады. Қыста жылы, жазда салқын болу үшін салады саманнан. Сол себепті мына бауырым айтқандай, тегін саманды пайдаланшы деп. Алла берсе тегін саманды пайдаланып, осыдан саламыз. Енді алла берсе суббота жұмыс болмаса, воскресенье демалам. Воскресенье күні алла берсе қораны бастаймыз ал осы. Мына балапандарымыз бәрі бір қалыпты, тыбай. Сол енді бұйыртса мынаның ішін бастаймыз. Мына кішкене мына ішін інім мен балама шығарыңдар дегенім, кішкене азын шоғын шығарды. Енді қалған үйлер қалды. Мына ағаштарын бәрін шығарып, мынаны, лақтыратын болса, осыға лақтырып, мына ішін түгел шығарамыз да, осының ішіне қалаймыз ғой, Полный қалап шығамыз да, мына жағына терезе тастап кетеміз. Мынаны алып кетеміз. Мынаны алып тастап, мынаның орнына терезе салып кетеміз, ашылатындай қылып. Дұрыстап. Бұл осының ішіне салынатын болып бұйырса қоран. Бір бауырым айтты, осының ішіне салған дұрыс деп, сол бауырым айтқаны бойынша осының ішіне қоран саламыз. Мына жерін бұзамыз да, теп-тегіс қылып, мына жерге дейін алып келеміз ғой тасты. Осының іші полный тас қора болады. Ар жағына кішкентай тастан есік жасап кетеміз, тек қана тауықтар шыға алатындай қылып. Алдағы уақытта ар жағын қоршағаннан кейін тауықтар ар қаратай шығатын болады. Ар жағын сеткімен бөлеміз ғой, тауықтар ар жағына шығады. Осы бір білмеймін, енді мен де өз басымда ағаш қорада болсын, саман таста болсын, ракушняк таспен салған жағдайда да құрттап ештеңе істеп көрген жоқ тауықтар. Енді не себепті құрттайды? Қарамасқан жағдайда құрттайды ғой, енді көбінесе. Қаралмай, жем суы дұрыс берілмесе, қораның іші тазаланбаса, сондай кезде құрттап бастайды уже. Бірақ енді жақсы қараған жағдайда, жақсы баппен ұстаса, онда ештеңе болмайды деген ойдам. Енді көреміз, алла берсе. Құстарды да бүгін ұшқан жоқ, енді ертең алла берсе ұшырам құстарды.